Суған алған, суға барған, сұлуымды сағындым. Мынау Қазақстандағы ең танымал әнші Мейрамбек Беспаев. Бұл Мейрамбекті мен қолдан жасадым деп айта алмаймын. Ал мынау бұған дейін Мейрамбектің ұстазы деген жақсы атымен танылып келген Алтынбек Қоразбаев. Сарыарқа төр екенсің, киелі жер екенсің, байтағым сен екенсің, кең екенсің. Бұл Астанадағы ең танымал топ Бәйтерек триосы. Орындап тұрғандары Астанаға арналған көп әннің ішінде есті һәм есте қалғандарының бірі Сарыарқа әні. Құдайға шүкір, бірталай жерде көп балалар хоры болсын, үлкендер болсын, қай жерде болмасын, осы әнмен көп концерттерді айтылып, көп концерттер жабылып жатады. Арман мекен, арман мекен. Осы жерден картина күрт өзгереді. Мына кісі композитор Марат Ильясов. Сарыарқаның әуені менің Сарыарқа саз деген әнімнен аумайды. Бұл плагиат деп жар салған сазгер. Ал бұл Балнұр Қыдырбек қызы, композиторлар одағының кәдімгі жарына төлемеді, жиынға келмеді деп Қоразбаев мүшеліктен шығарылатын композиторлар одағының төрайымы. Сонымен бұл таныстыруларға қарап, бүгінгі арнайы хабардың тақырыбын болжап та отырған боларсыз. Одақ туралы дейсіз бе? Жоқ, одақ туралы емес. Авторлық құқық туралы. Ол демес. Мейрамбек, жақындадыңыз. Бүгінгі хабар Алтынбек Қоразбаевқа арналады. Неге Алтынбек Қоразбаев? Рас, бір есептен ол кісіге тап бүгін хабар арнаудың реті жоқ секілді. Ән талас әлде қашан басылған. Туған күн демес. Оның үстіне Құдайға шүкір аман-сау ортамызда жүр. Екінші қырынан қарағанда, мына сауалдарға жауап ізделмесе тағы болмайтындай. Қоразбаев кешегім еді. Қазақ үшін қандай еңбек етіп еді. Бүгін кім деп қабылдап жүрміз? Екі әннен туған дау өзге өнеріне көлеңке түсіруге қаншалықты құқылы? Шешем болса келбейді, таласыңды көрбейді. Тағы да Мейрамбек, 13 жастағы бала Мейрамбек. Оны алғаш елге танытқан осы бір мұңдан болатын. Ал Мейрамбек тиісінше Бозторғайдың бағын ашқан. Бәлки Бозторғай да талай балғынды бақытсыздықтан құтқарған болар. Осы Алматыдағы жетімдер үйіне бардық. Алтынбек неге барғанда, Таразға барғанда, Жамбылдағы жетімдер үйін көрді. Сонда балалардың, қара көз домалақ балалардың көздері жаудырып, келген адамға жалтаң-жалтаң қарайтын жағдайлары бізге әсер етті. Бұл 1989 жыл болатын. Қаралар сериясының 3-ші бөлігі Қара бала, яғни Бозторғай әні Қоразбаев есімінде тағы бір сатыға көтерген. Мен бұны ақ көгершін деп жазғым келді. Көгершін. Көгершін құсы қолға үйренген, жем тастасаң келіп жейді, алақаныңа кеп жейді. Мен ойладым, жетім бала кептерден сұрайды, менің анам қайда, менің әкем қайда деп ойлаған басында. Бірақ кейін менің кенен атамын ойыма түсті. Бозторғай шырылдайсың ей, жерге түспей оу. Мен жүрмін кешке дейін тамақ ішпей оу. Аққылы бақтаяқтай қолым алып. Кененнен ұрлат десеңіз өзіңіз біліңіз. Әйтеуір қара бала боп қағазға түсіп, көгершін боп жобаланған туынды осы әннің әсерімен Бозторғай боп шырылдай жөнеліпті. Маған бірнеше хаттар келді сол кезде. Бірнеше хаттар. Ағай, сізге көп рахмет. Біз білместікпен осындай өзіміздің баламызды, не қызымызды осындай қарттар үйіне, балалар үйіне апарып тастап едік. Соны қайтадан алдық. Қайтадан бауырымызға басып, өзінің ақ мамасын бердік. Аял алақырымен басынан сипадық деген әңгімелерді айтты.
шынын айтсақ, халқымыздың орыстанып жатқан кезеңінде үлкен мағынасы бар, үлкен драмалық уақиғасы бар, керемет жақсы әндермен жарыққа шығып, сол уақытта қазақ халқын дүр сілкіндірді деп айта аламын. Қоразбаевтың қоғамдық проблемаларға ән мен үн қосуы Бозторғайдан да әріде. Осы Қара кемпір қара шалдардан басталады. 1985 жыл жазылған Қара кемпірге Хамит Ерғалиев ақсақал елім айдан кейінгі қазақтың екінші қайғысы деп баға берген екен. Қаусаған қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шалмен санасарғым. Жанымды жегідей жеп қарттар үйі, күн сайын қуат кемеп аласардым. Он шатар емес еді-ау пәтеріңде, осында тастап кеттің әкелдің де. Сынаптай сыртым берсе туған балаң тірідей өлген. Бір кездері керемет адам балалары, бала-шағасын бәріне сыйлы болған, оларды жетілдірген, жеткізген адам енді өзі қартайған шағында ешкімге керек болмаған ғана сияқты осы тағдырды, осы талайды біз көрсетуге ұмтылдық. Сол көрсете білдік деп ойлаймыз және. Расында өткен ғасырдың 70-80 жылдары қазақ даласында бұрын соңды болмаған қарттар үйі деген қасіретті мекендердің көбейіп, құрамы қазақы қариялармен молға бастаған шақ еді. Көп болдау дидарыңды көрмегелі, көп болдау шешеңді де жерлегелі. Балам деп көз жұмғанша жылап жатты, жаныма қатты батты келмегенің. Жүрсің ау қолың тимей, хабарың жоқ, жатырмын жаутаңға қып, амалым жоқ. Екінші жағынан ол заманның адамдары сөзге тоқтағыш, әнге әсерленгіш болған ба дерсің. Толғау шыққаннан кейін талай азаматтар маған хат жазып, телефон қоңырауларын шалып, Алтеке, көп рахмет сізге. Біз осындай білместік жасап, әкеміз, шешеміз осындай бір қарттар үйіне апарып тастап едік, соны қайтадан алдық. Кешіріңіз, біз кешірім өтінеміз деп жаңағы өзінің сабасынан түскен жастарды да көрдім мен. 10 адам, тіпті бір адам қарт әкесін қайтып алған болса, 10 адамның, тіпті бір адамның қарияға деген құрметі артса, өнердің өз миссиясын орындағаны сол емес пе? Алайда гүлей ақ боран, ысқырып ұйтқып бұрқырап, аттаған жанды қақпағай, қақпа қылқылар жұлқылап, апшысын жердің қуыр баранын аспан ашқандай, ақ бұлттан қылшық суырып, алапат күшпен шашқандай. Қарапима, о баста бұл ақын Ұлықбек Есдәулеттің 100 шумақтан асатын көлемді поэмасының. Іш күйдірер мәселенің бірі ішкілік тақырыбына толғанып жүрген сазгер осы шығарманы оқыған соң толғау жазуға кіріседі. Өте ұзақ жаздым. Сол 85-тен бастап 97-ге шейін 12 жыл осы әнді жазуға мен уақытым кеткендей болды. Әннің ырғағы еш уақытта келмей қойды ойыма. Өте қиын болды. Ықшамдалғанның өзінде 12 минуттан асатын толғауды жаттаудың, жұртты жалықтырмай жеткізудің өзі оңай шаруа емес-ті. Бұл жауапкершілік жас шәкірт Алма Аманжоловаға жүктелді. Ол кезде кассетаға жазып алдым бірінші. Көшеде жүрсем де, көлікте жүрсем де құлағыма тос. Бізге енді ол қорқынышты болды. 4 күнде сондай толғауды жаттап жеткізу деген. 4-ші қарада табысты болды. Мейрамбектің Бозторғайы секілді Қарапима Алманың абыройын көтерді. Аманжолова да оны ешкім қайталай алмастай етіп, ерекше жүрекпен орындап шықты. Қараса кеште баяғы пиманы сатыбан тұрған, үсіген екі аяғай кесілген екен балтырдан. Құрды әке қиналып, қолынан сусып жабылғы, көмірдей қара пимаға, ақ қардай аппақ жамылғы, сәл ғана тершіп шекесі, баласы жатыр қалжырап, еңіреген мен әкесі, босағанда жоқ ол бірақ, көзіне қалған мұңайып, есейген ойлы пішінді. Папа
деп әрең жымиып, қойдың ба дедай үшіді деген жерлері қатты әсер етеді. Осы кезде халықтың несін бақылайсыз ба, эмоциясын? Енді жыламаған адам қалмайды. Ішімдіксіз іс бітпейтін, төбелессіз той тарқамайтын, самогон мен самапал сайран қорған сол бір шақтарды ұмыта қоймаған шығарсыз. Ақын боп, сазгер боп, әнші боп, маскүнемдік мәселесіне мән беруде осылайша тырнақтай пайда, тамшыдай үлес қосылыр еді. Мына толғаудан кейін әкем арақты қойды, сізге көп рахмет деп жылап келген бірталай адам болды. Балам қойып кетті деп талай шешелер келді. Мен айтам, енді мен орындаушымын, негізі авторға рахмет айтыңыздар деймін. Қара түсті толғауларды былай қояйық. Жалпы Қоразбаевтың айналдырған алпыс әніне көз жүгірткенде бір нәрсені, тақырыптың алуандығын аңғарасыз. Мысалға, ақ тегелек аппақ қанат аруы. Бұл табиғат тақырыбы. Туған жерге арналған әндер тіпті көп ақ. Қасиетіңнен айналдым ау туған жер, көкмайсаңның шақтай кеп құладым. Қасиетіңнен айналдым ау туған жер, көкмайсаңды құшақтай кеп құладым. Одан бөлек әгугай домбыраны алыңыз, тұнып тұрған дәстүр. Немесе ел бала қай кеш жарық, қалып жүрме кеш қалып. Балалар тақырыбы. Әкеңді тыңдамай, не қылған баласың. Бұл болса қазақы тәрбие. Айшаның әні, Атым Сара, бұлар тарихтан тағылым беретін туындылар. Елің сені сағынды, Мұқағалиға арнау. Қараша қыз қайдасың, Нұрғисаға арнау. Жалпы күйдім сүйдім деп 500 ән жазған жазармандардың қасында айтып өтуге тұрарлық еңбек бұл кісінікі. Домбырамен жазасыз ба? Менің көпшілік әндерім әрине осы домбыраның сүйемелдеуімен жазылған. Соның ең бірінші жазған Сырғалым әнінен бастап. Бірақ көпшілік ойлайды, мысалы Қара кемпір толғауын, оны мына күйсандыққа немесе оркестрге салу ешкім орындаған. Қара кемпір толғауын күйсандықпен жазған. Әгугай домбыра әнді осы күйсандықпен жазған. Қара кемпір. Сағындым жексен мұның ғошығыдың, жарып шыққан қошы. Күйсандықпен жазған. Әгугай домбыраны да күйсандықпен жазған. Ал енді кейбір әндерімді мен баянмен де қосылып жазған, гармошкамен қосылып жазған әндерім бар. Домбыра, баян, күйсандық. Анығында Алтынбекті алтынбек еткен бір нәрсе бар. Ол тақырып демес, репертуар демес. Ол осы домбыра мен күйсандықтың арасына, немесе дәстүр мен жаңашылдықтың арасына, яки ескі мен жаңаның арасына көпір бола білгені. Қазақтың қара домбырасы үлкен эстрадалық аренаға шықты. Домбыраны талай заман қазақтың бір ескі дүниесі деп оны менсінбей жүрген кездер болды. Бірақ соны эстрадаға шығарып, соны мойындатқан, соған күш салған осы Алтынбек деп есептеймін. Қоразбаев өнері өтпелі уақытта тұрған қазақ арасына Жамбыл мен Кененнің көзіндей боп келді. Әрі дәстүрлі саз ырғақты халықтың заманауилыққа ұмтылған талғамына сәйкестеп ұсынды. Кенен атасын сағынған кексе буынның да батысқа қарап билегенмен қаннан қазақы түйіршіктері кете қоймаған жас толқынның да Қоразбаевтың қарапайым әндеріне құлап түскені сондықтан еді. Алтекеңнің әуендері қазақи, қазақтың даласын, қазақтың табиғатын өзінің бір әуенімен, қоңырқай қазақи әуендермен баурап алады. Сондай бір ерекшеліктер болады Алтекеңнің әндерінде. Мысалы, оның шабытынан туған ең алғашқы ән 1973 жылы жарыққа шыққан Әгугай домбыраны халық әні деп ойлайтындар көп. Тіпті бұл ән домбырамен емес, күйсандықпен жазылса да. Шәмшіге бір күн біреу айтыпты. Ой Шәке, сенің анау бір әнің қайықта ма, жаңағы сырсылу ма бір әнің, ұқсайды ғона бір халықтың бір әнін ұқсайды десе, ой шіркін ай, жүрегім тарсылдап кетті. Ұқсағаның қандай жақсы болған. Мен ұқсамаймын ештеңеге деп қорқамын деп айтады дейді. Сол сияқты әнге міндетті түрде ұқсайды. Бұл сөздер әнебір әнге байланысты даудан емес,
ұлттық әуездің өзегінен ажырамау керек деген ойдан туып отыр. Қазақтың музыкасы, қазақтың мінезі, болмысы, оны өзбектің, түріктің, үндінің, ағылшынның соқпағына салу, тоқпағына салумен бірдей. Кеп тұр осыған. Сол сияқты мына халықтың жаңағы әуенінен алыстамау керек. Бір қызығы сол ақмоншақты заманауи әрлеуге салсаң да үйресе кетеді. Жаңаға жақын, көненің көзінен алыс емес. Осы тұста өзімізді әудемейтін қазақ жоқ деген сөзбен ақтап алып, қолға тағы домбыра алуға мәжбүрміз. Музыкалық жадыны жаңғыртты деген, ол көшіріп алу деген сөз емес. Ол сол қазақы әннің рухын жастарға ыңғайлап қайта сіңірді деген сөз. Мысалы түсініктірек болу үшін Балуан Шолақтың Ғалиясын алайық. Айымда сен, Ғалия, күнімде сен, ал енді Алтекеңде Ақын Сара. Атым Сара, туғандара қыз едім, көңілім алауа. Көшірме ме? Жоқ, екеуі екі бөлек дүние. Бірақ өзегі, болмысы, тінігі бір. Бұл заманда Ғалияны екінің бірі айтып, екінің бірі шырқамауы мүмкін, бірақ сол рухты Ақын Сара арқылы сіңіреді. Немесе Мәдидің Қарқаралысы. Болмаса Ақжайық әнін алайық. Болды Ақжайыққа бармағалы, көп болды Ақжайыққа бармағалы. Ал Алтынбек Қоразбаевтың Қара кемпірін бәріңіз білесіздер. Сағындым жексен құлым, қош құлым, өзекті жарып шыққан қош құлым, 40 жыл аңыраған сорлананның зарына құлағынды тошы бүгін. Сонымен бұл кісінің әуендерінің қазақи болатынында және кәрімен жасқа жаппай ұнайтынында сол өзінің алтын тамырынан алыстап кетпегенінен деген ой түйеміз. Мен Нұрағанға бір күн айттым, бір жақсылап бір әдемі отырыста отырғанбыз, аға дедім, сіз халықтан ба, кененнен атадан ба бірдеме андасын ұрлап қоятыңыз бар ауға деп әзілдедім. Ей, немене деп сөйтті, қандай ұрлап қойдым? Тыңдаңыз деп сөйтті, мысалы. Алып қылға бай салды, аураған алатау деп мен ода тұрған не бар екен деп тыңдаңыз дедім. Сорлақ ешкау жылай сен, құлағыңа ой дүние-ай деп күліп жіберді. Азамат деген қандай? Тағы мінекей, мен өзім сағындым келін атам деген әнімді білесіздер. Желбіреген аққұм сақалыңды сағындым, жайлауындай далам шапаныңды сағындым дегеннен кейін деген вокализ бар ортасында. Куплеттің ортасында осындай бір жаңағы бастама бар. Осыны Нұрғисаға мен естіп, ой, мынау танысаң қоймаған деді. Өндемей отырдым. Ой, мынау Қыз жібек кинофильмінен қой деді Нұраған. Мен айттым, аға қойыңызшы, бұл келін атаның дүние-ай деген бір ескі бір ән десем, күліп жіберді. Ойпыр-ай деді, мен Кененнен алайын, сен менен ал, қалай жарасып тұр деді. Міне, ол адамдар осылай сөйлейді. Осы бір сағынышқа толы қарапайым ән авторын жаңа қырынан танытты. Өйткені ол дәстүрлі сазгерлердің соңы ғана емес, заманауи композиторлардың басы да болады. Ресейдің халық артисі Валентина Толкунова бұл әнді өлелгенше айтып кетті. Ал 2001 жылы Музарт екінші тынысын ашты. Ән шын мәнде хитке айналды. Сағындым Алматымда Музарттың топ боп құрылғандағы 4-ші әні, ал 3-ші әні Үшқоңыр болатын.
Үшқоңырдың идеясы 2000 жылы 6 шілдедегі мерейтойда елбасы тарапынан туындаған еді. Үшқоңырым туған жерім, рахым нұры тұнған жерім. Менде бір ақындық, өзімнің бір ептеп ақындығым бар еді. Екеуміз бірігіп Үшқоңыр деген ән жазайық деп сөйтті. Мен қуанып кеттім, аға дедім, егер де сіз сөзін жазсаң, мен ән жазсам, менен асқан бақытты адам жоқ шығар деп уәдемді бердім. Содан бір 5-6 ай дегенде енді президенттің өзімен мен байланысу мүмкін емес күніге. Көмекшілер арқылы жаңа әннің сөзі келді маған. 2004 жылы тағы да елбасының ұсынысымен Сарыарқа дүниеге келді. Нұрсұлтан Әбішұлының да халық әндеріне деген ықыласы, Жетісу ән мектебіне деген махаббаты өзгемен емес, тап осы қарапайым қазақы сазгермен шығармашылық одақ құруына түрткі болса керек. Алтынбек Қоразбаевты көке деп атайтын 3 адам бар. Үшеуі де қазақтың жүрегіне жол тапқан өнерпаздар. Мейрамбек, Тоқтар, Алма. Мұны бірдеңіз. Әлгі Мейрамбегіміз музыкалық сауатын қобыз классында ашқан. Бұл екі. Енді осы екі қызықты ақпаратты дамытып көрейік. 1985 жылы 4-ші сыныпта оқитын Мейрамбекті сынып жетекшісі жетектеп, Жамбыл облыстық филармонияның директоры Алтынбек Қоразбаев қалып келеді. Содан баланы сол кезден шап бері ұстадымдағы Глинка музыка мектебіне апарып, өкінішке орай домбырадан да беретін, сабақ беретін адам да жоқ екен. Содан қобыздан беретін бір кісі бар екен, сол қобызға түсірдім Мейрамбекті алдымен. Сол 4-ші сыныпта қобыздан сөйледен оқи бастады. Енді музыкалық сауаты кішкене ашылсын дегенім ғой. Ұстаздық пен шәкірттік осылай басталды. Қасынан тастамай ертіп жүрді. 1989 жылы жұмысы Жамбылдан Алматыға ауысқан сәтте Мейрамбекті де ерте келіп, Байсейітова атындағы музыка мектебіне берді. Оны Мейрамбекті мен қолдан жасадым деп айта алмаймын. Ол әкесінің күші, анасының сүтімен келген бір табиғи бір өзі бір қазақтың бір өнеріне берілген бір Алла тағаланың бір сыйы деп есептеймін мен. Алтайға Алматыға келген кезде өзімен бірге қалмай келдім осында. Күләш Байсейітова деген музыкалық мектеп бар. Соған оқып ары қарай білімімді жалғастырып келе-келе әлі күнге дейін Құдайға шүкір қасымдамын. Енді қанатымыз қатайды деп айтуға ерте шығар, дегенмен есейдік. Біраз өзіміздің әркім өзінің ер жеткен шағы бар, бойдақты өмірі бар деген сияқты, студенттік шақ бар. Соның бәрінде жүрген кезде деген бәрібір сол қаншалықты өсіп кетсек те, ер жетсек те әлі күнге дейін ақыл сұраймыз. Әлі күнге дейін сол кісі жүрген кезде еркелеп, көке деп жаңа Тоқтар екеуміз таласамыз. Тәрбиесі өз алдына, тұлпарды тани алу, таңдай алу да екінің бірінің қолынан келмейді. Қолынан келсе де қасына бал ертіп баулып шығыпты деген қай мықтыны естідіңіз. Топтың ішінен Тоқтарды тап басып танып алды. 90-шы жыл еді ол. Қап-қара бір көз бақырайған бала домбырасын сөйлетіп, өзі кішкентай бір тұтам бір 6-шы сыныпта оқиды екен. Менің Айшаның әні деген әнім бар. Айша бибі апамызға арналған. Сол әнді айтты шығып. Өгілей бала бергел, мына кімнің әні? Білмеймін, ешкімнің әні екен. Алтынбек деген, Қоразбаев деген біреуінің әні деймін, білмеймін. Мен телевизордан бір жаны үйреніп алдым дейді. Дұрыс, мен алдында тұрмын, мен танымайды. Сол Алтынбек деген мен болам. Көз бақырайып кетті. Артынша арындап Алма Аманжолова келді. Оған да қара пимасын кигізіп, елге сәлем айттырып, өнер әлеміне жол сілтеп жіберді. Көкеміздің шәкірт тәрбиелеудегі ерекшелігі, ол кісі бізді табиғатқа көп шығаратын. Табиғатқа шығарғанда табиғатты жақсы көретіні, сол жерде жиналып бәріміздің ән айтатынымыз. Кейде ұрсып талады. Кешір енді өзім барып амандасайын десем уақытым болмай жатыр деген кезде ұялып кетіп өзіңнен өзің барасында мойнына асылып жатырмыз жаңа. Сондықтан мен енді әкем деп айтсам да қателеспейтін шығармын. Енді жалғыз өнерде емес, өмірге де мен баулыған.
өмірдің де қыр-сырын айтқан талайды көрді ғой ол кісі. Мұндай түйін әсіре қолпаш емес, берілген баға, артылған салмақ. Тағы бір анық, біздің мақсат та біреуді мақтау немесе ақтау емес. Мақсат тұлғаны тереңірек тану. Сондықтан 1973-тен бергі 40 жыл бойы үздіксіз өнер ұжымдарын басқарып келе жатқан шебер менеджерлік қабілетін, 20-ға жуық күй тудырған шебер домбырашылық қабілетін, көп әндеріне қайырма жазған шебер ақындық қабілетінде айта кеткен артық болмас. Мысалы, Қара кемпір толғауының алғашқы 8 шумағы Қоразбаевтың қаламынан туған. Бұл да болса, осы сары баланың 8 қырлы бір сырлы сал серлердің бүгінгі сарықты екеніне бір дәлел шығар.